саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызға сәттілік. Көңіл күйіміз қандай балалар? Жақсы. Олар болса балалар, біз бүгінгі сабағымызды өткен сабақты пысықтау сұрақтарымен бастайық. Өткен сабақты еске түсіріп, яғни сол бойынша кім жылдан сұрақ жауап әдісі арқылы өткен сабақтағы материалдарды еске түсіріп алайық. Кәнеки, өткен сабақтағы бойынша бірінші сұрақ бойынша кәнеки кім жауап бере алады? Жылдан? Иә, бірінші. Кәнеки кім айтады? Елнара? Рамина, айта ғой. Сегіз мүшелері екіге бөлінеді. Иә. Тұрлаусыз мүшелері тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер болып бөлінеді екен. Ары қарай сөйлем мүшелерін атайықшы балалар, кәнеки. Қандай бізде қазақ тілінде сөйлем мүшелері бар екен, Нұрсұлтан? Тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер бар екен. Отырамын. Тұрлаулы мүшелерге жатайық. Қандай мүшелер жатады? Иә. Нұрай? Бастауыш пен баяндауыш. Сөйлем тұрлаусыз мүшелері жатайық. баяндауыш. Анықтауыш, толықтауыш және сақтауыштар жатқызады екенбіз. Жарайсыздар. Келесі толықтауыштың мағыналық түрлері. Жанел? Тура және жанамалы. Тура және жанама толықтауыш болып бөлінеді. Дұрыс айтасың. Келесі пысықтауыш болатын сөздер қай сөйлем мүшесімен тіркеседі? Пысықтауыш болатын сөздер баяндауышпен тіркеседі. Жарайсың. Келесі қабыса, жанаса, меңгеріле байланысқан сөйлем мүшелері. Пысықтауыш сөйлем мүшесі. Пысықтауыш сөйлем мүшесі сөзді сөйлеуде меңгеріле, жанаса, қабыса, байланысады екен. Тамаша. Келесі алтыншы сұрақ балалар. Анел? Өзі тіркесетін сөздермен меңгеріле байланысатын сөйлем мүшесі баяндауыш пен бастауыш. Меңгеріле байланысу балалар, меңгерілу. Ал толықтауыштар, дұрыс айтады патшайым, толықтауыштар бізде меңгеріле байланысады екен. Келесі жетіншісі қиыса байланысатын сөйлем мүшелері. Қиыса байланысу. Аяулым? Қиыса байланысатын сөйлем мүшелері ол бастауыш пен баяндауыш. Бастауыш пен баяндауыш. Тамаша. Келесі матаса байланысатын сөйлем мүшелері. Бекнұр? Матаса байланысатын сөз мүшелері анықтауыштың қызметін атқарады. Анықтауыштың қызметін атқарады екен. Отырады. Келесі сөйлем мүшелерден құрамына қарай қаншаға бөлеміз? Аян? Дара, күрделі, үйірлі. Дара, күрделі, үйірлі. Үйірлі мүше дегеніміз не екен балалар? Кәнеки кім айтады? Кәнеки кім айтады балалар? Бастауыштық, баяндауыштық қатынаста жұмсалатын Сөз тіркестерін, иә, біз ол үйірлі мүше деп атайды екенбіз. Тамаша. Олай болса балалар, біз өткен сабақтағы материалдардың барлығымыз дұрыс меңгерген екенбіз. Енді біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын балалар, бізде 9-шы ақпан кімнің туған күні келе жатыр? Ақиық ақынымыз Мұқағали Мақатаевтың туылған күні келе жатыр. Олай болса біз бірінші сол ақиық ақынымыздың өлеңдерімен топқа бөлініп алайық. Сабағымызды ары қарай жалғастыру мақсатында, содан кейін барып сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Олай болса келіп, мына жерде Мұқағали Мақатаевтың шығармаларына байланысты өлең туындыларына сол бойынша топқа бөлініп отырамыз. Содан кейін барып әр топ ақиық ақынымыздың өлеңін мәнерлеп оқып береді. Кәнеки? Алдық па балалар? Ал топқа бөлініп отырдық қой. Иә, бірінші топ атымыз қандай болады екен? Кім айта ғой? Түнгі табиғат. Таң атуға таянып түрілді түн, естіледі ұйқыдан оянған күн. Құлан иек таң атып алтын арай, шыға келді жарқ етіп шашырап күн. Шашырап күн. Олай болса біздің бірінші тобымыз түнгі табиғат болар екен. Екінші, Жанай оқи ғой. Екінші топ табиғат. Жанымды алсан алшы менің, бір түйір жерге түскен тамшын едің. Мұқағали жоғалса қайтер дейсің, артымда қалсын жерім, қалсын елім. Қалсын елім. Екінші топ, сонымен қандай табиғат болды? Табиғат. Үшінші топ, кім оқиды? Мен таулықпын, тау деген алып жүрек ана туған. Мен таулықпын, таудан мен жаратылған. Киіктің сүтін емін, ер жеткеннен, қуат алып қыранның қанатынан. Қыранның қанатынан дейді. Жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, қазір мен сендердің алдарыңа қоршаған орта, яғни топтастыру стратегиясы бойынша қағаздар таратып бердім. Сол қағаздар бойынша қоршаған орта дегенді қалай түсінеміз балалар? Міне, қоршаған орта дегенді барлығымыз топ болып, әрқайсылардың ойларını бөлісе отырып, мына жерге жылдам жазып шығайық. Кәнеки, қоршаған орта дегенді қалай түсінер екенбіз? Қоршаған орта дегеніміз не екен? Жылдам қоршаған орта дегеніміз не екен?
оқиғын? Қоршаған орта дегеніміз табиғат, өсімдік, адам, ауа, биосфера, литосфера, гидросфера қабаттары, жан-жануарлар және жер. Жан-жануарлар және жер дейді. Жарайсыңдар. Аха, қай топ дайын екен? Қай топ дайын екен? Тағы да дайынбыз ба? Бірінші топ. Аха, кім оқиды? Кәне оқи ғой. Нұрсұлтан оқи ма? Ал, Нұрсұлтан оқиды. Қоршаған орта дегеніміз не екен? Оқи бер. Таза ауа, жануарлар, жер ауасы, табиғат, әсемділігі. Табиғат, әсемділігі. Тамаша. Яғни бір-біріміздегі ойды ешқайсымыз қайталамаған екенбіз, иә? Ал, үшінші топ кәнекей? Қоршаған орта дегеніміз не екен? Өскен туып өскен жеріміз, өзіміздің өлкеміз, табиғатымыз, жәндік, ормандар және өсімдіктеріміз. Жәндік, орман және өсімдіктеріміз екен, иә? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, біз қазір сол қоршаған орта тақырыбы бойынша ойымызды ортаға салдық, иә? Олай болатын болса, біздің бүгінгі өтетін сабағымыз қандай екен балалар? Немен байланысты болып келеді екен? Табиғатпен. Табиғатпен және қоршаған ортамен байланысты болып келеді екен. Және қазақ тілі сабағы болғандықтан біз міндетті түрде грамматикалық тапсырмаларға да, тақырыптарға да не істеп кетуіміз керек? Тоқталып кетуіміз керек. Олай болатын болса, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоршаған орта және сөйлемнің бірыңғай мүшелері екен. Олай болса, балалар, біз бүгінгі сабақты өтпес бұрын бізге сабаққа негізделген оқу мақсатымен танысып алайық. Сабаққа негізделген оқу мақсаты, яғни біз бірінші мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды не істейді екенбіз? Анықтайды екенбіз. Екінші, сөйлем ішінде бірыңғай мүшелерді қолдана білу керек екенбіз. Осы оқу мақсатына негізделген бағалау критерийлары. Яғни, 3 бағалау критерийі бар бүгінгі сабақта. Біріншісі, мәтіндегі көтерілген мәселені талдаймыз. Мұғалімнің көмегімен мәтіндегі негізгі ойды анықтайды екенбіз және сөйлемнің бірыңғай мүшелерін талдайды екенбіз. Міне балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осы бағалау критерийлер арқылы жүзеге асады екен. Олай болса, енді оқулыққа қарайық балалар. Оқулықта бізге бірінші тапсырма берілген. Тапсырманың берілуін оқып шығайықшы. Тапсырманы қалай орындайды екен? Жандай оқи ғой? Бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқыңдар. Мәтін стилін және түрін әңгімелеу, сипаттау, талқылау, анықтаңдар. Талқылау, анықтаңдар. Ал олай болса, біз мәтінді бөліктерге бөліп оқиық, содан кейін барып талдау жұмысын жүргіземіз, иә? Андай оқи ғой. Даусымыз шығарып оқиық. Жыл сайын 5 маусымда дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні атап өтіледі. Бұл аталу күн 1972 жылдың 15 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясының 27 сессиясында жария етіліп, сол жылы өткен қоршаған орта проблемалары жөніндегі Стокгольм конференциясының қарарына сәйкес бекітілді. Қарарда Бас Ассамблеясы Біріккен Ұлттар ұйымы жүйесіндегі мемлекеттер мен ұйымдардың барлығы бұл күні қоршаған ортаны қорғауға және оны жақсартуға деген ұмтылыстарды көрсетілер түрлі іс-шаралар өткізуге шақырады. Келесі, Жанай. Сонымен бірге Біріккен Ұлттар ұйымы жүйесіндегі жаңа ұйымның қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы ЮНЕП құрылды. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні жыл сайын ЮНЕП ұйымының мұрындық болуымен атап өтіледі. Келесі, Рамина. Бұл күнді атап өтудегі мақсат әрбір азаматтық қоршаған ортаға қорғауға баулу. Басқа сөзбен айтқанда, әлем халықтарына табиғатты қорғау мәселесіндегі негізгі күш адамдардың өз қолында, қоғамның қолында екенін түсіндіру. Сондай-ақ күллі әлемдегі елдер мен халықтардың қауіпсіз және бақуатты келешегін қамтамасыз ету үшін әріптестік қарым-қатынастардың пайдасы зор екенін ұғындыру. Дүниежүзілік қоршаған орта күні еліміздегі жиындар, велосипедшілер шеруі, концерттер, шығармалар мен үн қағаздар, конкурстар, көшеттер отырғызу сияқты шаралар, аулалар мен көшедегілер тазалау науқандары өтіледі. Тазалау науқандары өткізіледі екен, жарайсыңдар балалар. Енді осы мәтін бойынша қазір біз оқып шықтық. Енді мәтін бойынша мәтін стилін және түрін анықтауымыз керек. Қане, кім айтады? Мәтін қай стилде жазылған екен? Қай стилде жазылған екен? Мәтін публицистикалық стилде жазылған. Себебі бұл мәтін мақала ретінде жазылыпты. Мақала ретінде жазылыпты, тамаша. Енді ары мәтін түрін анықтауымыз керек. Яғни мәтін қандай түрде жазылған екен?
Айта ғой, Рамина? Пайымдау. Мәтін пайымдау мәтін түрінде жазылған екен. Неге пайымдауға жатқызамыз балалар? Аха. Өйткені айта ғой. Бұл мәтінді бізге түсіндіріп тұр. Дәлелдеп тұр. Және дәлелдеп пайымдау мәтіні не үшін деген сұраққа жауап беретін. Дұрыс айтасыңдар. Тағы да мәтіннің түріне қарай талдайықшы, тағы да. Мәтін мәтін 3 бөліктерден құралған. Басы бар, негізгі бөлімі бар, және соңы бар. Дұрыс айтасыңдар. Тағы да мәтіннің әр бөлігі азат жолмен жазылған. Дұрыс айтасың. Мәтіннің әрбір бөлігі азат жолдарымен жазылған екен, тамаша. Яғни біз қазір ойларымды айтып шықтыңдар мәтінге байланысты. Яғни бұл жерде бәріміз бірлесе отырып, мәтіннің түрін, стилін ажырата алдық. Тамаша. Енді олай болса балалар, біз бүгінгі сабағымызды ары қарай жалғастырып, яғни қазақ тілі сабағы болғандықтан грамматикалық тақырыбымыз, жаңа айтып кеткен болатынбыз, сөйлемнің бірыңғай мүшелері деп айтып кеткен болатынбыз. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымызда сөйлемнің бірыңғай мүшелері туралы мағлұмат аламыз. Яғни сөйлемнің бірыңғай мүшелері дегеніміз не екен? Сөйлемде бір сұраққа жауап беріп, бір ғана қызмет атқарып, бір ғана сөйлем мүшелерімен байланысатын екі не одан да көп мүшелер сөйлемнің қандай мүшелер бола алады? Бірыңғай мүшелері бола алады екен. Яғни сөйлемнің бірыңғай мүшелері қазақ тілінде қанша сөз табы болатын болса, міне сонша сөз таптарынан не істейді? Жасалады және бір-бірімен не арқылы ажыратылады екен? Үтір арқылы ажыратылады екен. Міне мысалы, радио, теледидардан берілген ақпараттарды жиі тыңдаймын. Мен қандай ақпараттарды тыңдаймын? Немесе теледидардан берілген ақпараттарды. Яғни осы екі сөз қай сөздардан жасалып тұр балалар? Сөз табы. Не деген сұраққа жауап берсе, сақ есімдерді сонда бірыңғай зат жасалып, бірақ неден деген сұраққа жауап беріп, сөйлемнің қандай мүшесінің қызметін атқарып тұр? Толықтауыштың қызметін атқарып тұр екен. Жарайсыңдар. Сонымен қатар бізде сөйлемнің бірыңғай мүшелері бір-бірімен үтір арқылы ажыратылады дедік, және де не арқылы байланысады екен? Жалғаулық шылаулар арқылы байланысады екен. Бізде қазақ тілінде жалғаулық шылаулар мынау 4 түрлі жол арқылы жасалады. Яғни бірінші ыңғайластық, екінші қарсылықты, үшінші талғаулықты және төртінші кезектестік жалғаулық шылаулар арқылы. Яғни ыңғайластық жалғаулықтарға біз қандай жалғаулықтар жатқызады екенбіз? Пен жалғаулық шылаулар. Яғни ол өте көркем және байсалды жігіт. Яғни сөйлемнің бірыңғай мүшелері көркем, байсалды. Қандай жалғаулық арқылы байланысты? Және жалғаулық шылау. Екіншісі қарсылықты. Қарсылықты жалғаулықтарымыз? Бірақ алайда әйткенмен. Бірақ алайда әйткенмен. Дұрыс айтасың. Біз сыртқа шығайық, бірақ ұзақ кетпейік. Шығайық, ұзақ кетпейік. Яғни сөйлемнің бірыңғай мүшелері бірақ жалғаулық шылау арқылы байланысты. Келесі талғаулықты. Мирас оқи ғой? Я, немесе әлде. Яғни талғаулықтығы я, не, немесе әлде жалғаулықтарын жатқызады екенбіз. Ол сенің я ағаң, я інің. Яғни я жалғаулығы. Төртіншісі Бекнұр? бірде біресе кейде. Бірде біресе кейде. Кезектестік жалғаулық шылаулар. Бекжан біресе кітапқа, біресе сағатына қарайды. Бұл жерде біресе. Бірақ сөйлемнің бірыңғай мүшелері кітапқа, сағатына. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Жарайсыңдар. Енді ары қарай, балалар, сөйлемнің бірыңғай мүшелері бізде міндетті түрде ол сөйлемнің бірыңғай мүшесі болғандықтан сөйлемде де сөйлем мүшесінің белгілі бір несін атқарады, қызметін атқарады екен. Біз сөйлем мүшелері туралы өткен сабақта өтіп кеткен болатынбыз. Енді сол сөйлем мүшелерін біз жаңа тұрлаулы, тұрлаусыз деп екі топқа бөліп қарастырдық. Яғни тұрлаулы мүшелерге бастауыш пен баяндауышты жатқыздық. Сонда сөйлемнің бірыңғай мүшелері бастауыш пен баяндаушта бола ала ма екен? Бола алады екен, Ал сөйлемнің тұрлаусыз мүшелеріне анықтауыш, толықтауыш және пысықтауышты жатқыздық. Сонда олай болатын болса, біздің сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері толықтауыш, пысықтауыш, анықтауыш та сөйлемнің
бірыңғай мүшелерінің қызметін атқара алады екен. Оған дәлел міне астында әр сөйлем мүшесіне қатысты нелер тұр? Мысалдармен дәлелдеп көрсеткен екен. Осы мысалдарды естеріңде сақтап, жасалу жолына көңіл бөліп отырыңдар, иә? Жарайды. Олай болса, бүгінгі сабақ түсінікті ме болар? Түсінікті болатын болса, енді біз сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Енді осы сөйлемнің бірыңғай мүшелеріне байланысты оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықтағы енді екінші тапсырмаға қарайық, бала. Екінші тапсырманы кім оқиды? Екінші тапсырма. Кім оқиды? Оқи бер. Жеті қазына мәтінін тыңдап, негізгі ойды табыңдар. Бірыңғай мүшелерді жазып оқыңдар. Жеті қазына мәтінін тыңдап, бірыңғай сөйлемнің бірыңғай мүшелерін жазып оқыңдар. Яғни жазып түртіп алып Негізгі ойды қандай мүшесінің қызметін атқарып тұрғанын анықтап. Олай болса, назарыңыз тақтада болсын, балалар. Бұл жерде қазір жеті қазына аудио жазбасы, міне видеосын тыңдап, осының ішінен бірыңғай мүшелерді теріп аламыз. Және де жеті қазынаға нені жатқызамыз, соған да мән беріп отырыңдар, иә? Түртіп алып отырамыз бала сөйлемдерді. Міндетті түрде тақтадағы сөйлем болмауы да мүмкін. Оны өз ойларынша жеті қазынаға байланысты өзгертіп, редакциялар қолдануларына болады. сабағымызға қатысты видеороликті көріп тамашаладық, иә? Осы видеороликті көру барысында бірінші мәтіндегі негізгі ойды анықтап алуымыз керек, иә? Ал видеороликті көрдік. Видеоролик жеті қазына туралы. Иә. Мәтіннің негізгі ойы осы жеті қазынамызды болашақ ұрпаққа мұра ретінде қалдыру. Мұра ретінде қалдыру. Иә, бірінші жеті қазынамызға не жатқызамыз балар? Соны атасайықшы. Аха, анай айтағыш. Оған сұлу әйел, ілім білім, жүйрік ат, құмай тазы, қыран бүркіт және де берен мылтық. Берен мылтық, ер жігіт. Яғни міне осы біздің жеті қазынамыз екен, иә? Өйткені жеті қазынаның өзін бізде жетіні
Киелі сан ретінде танығандықтан жеті қазынамыз деп танып білеміз деді. Яғни жеті қазынамызды біз не істеуіміз керек балалар? Қорғауымыз керек, Қорғауымыз керек, құрметтеуіміз керек, және де болашақ ұрпаққа жеткізуіміз керек. Болашақ ұрпаққа жеткізе білуіміз керек. Яғни бұл біздің қазақтың салт дәстүрінің, яғни қазақилығымыздың басты нелері болып табылады? Белгілері, нышандары болып табылады, иә? Жарайсыңдар балалар. Енді олай болса, ары қарай келесі осы видеоның негізінде сабақта видеороликті тыңдап қана қоймаймыз. Тағы да қандай тапсырманы орындау керек еді? Бірыңғай мүшесі бар сөйлемдерді ішінен тауып түртіп алып отыру керек болады, иә? Олар болса, кәнеке түртіп алып отырдық па? Кәне, кім оқиды? Ал, аяғын оқи қой. Қандай сөйлемдер бар екен бізге? Ата-бабамыз ол баланың ертеңгі абыройлы әке, қадірлі ата-ағасы, елді қорғайтын батыр, би, ақын, намысты азаматты ретінде әділдікке, қайсарлыққа, өнер білімге, салт дәстүрімізге сақтауды тәрбиелеген. Салт дәстүрімізді сақтауға тәрбиелеген. Бұл жақта абыройлы әке және де қадірлі отағасы бұл қандай деген сұраққа жауап бересіз. Сонымен ол анықтауышты. Бірыңғай анықтауыштар. Қалай байланысты бір-бірімен? Өтір арқылы байланысты. Жарайсың. Аха, келесі тағы түртіп алды екен. Анел, айта ғой. Бүркіт көбінесе таулы және тоғайлы жерлерде мекен етеді. Бұл жерде таулы, тоғайлы. Бұл бірыңғай анықтауыштар. Ол екі сөзді қалай байланысты? және деген жалғаулы шылау арқылы байланыстырылған. Тамаша, келесі Нұрай. Ол бала қазақта шаңырақ немесе ер азамат ата-анасының отын сұрғышысы болып табылады. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері шаңырақ иесі, отын тұтатушы. Отын тұтатушы. Бұлар сұрақ кім деген сұраққа жауап береді, сонда бұл бірыңғай бастауыштар. Бірыңғай бастауыштар. Бір-бірімен қалай байланыстырылған? Өтір арқылы байланыстырылған. Ал, мына топта бар ма екен? Кім оқиды? Патшайым? Аха, оқи ғой. Қоғамның бет алысы да әйел затының тәрбиесі мен әдебіне байланысты. Аха, бет алысы. Қоғамның бет алысы әйел затының тәрбиесі мен әдебіне байланысты дейді. Тамаша. Аха. Тәрбиесіне, әдебіне. Бұл бірыңғай толықтауыштар. Дұрыс айтасың. Не қалай байланысты? Қандай жалғау? Жалғау дейміз бе? Жалғаулық шылау дейміз бе? Қандай жалғаулық шылау екен? Қандай жалғаулық шылау екен? Атаса және жүріп тұр ғой. Тәрбиесі мен, яғни қандай жалғаулық шылау екен сонда? Мен деген жалғаулық шылау арқылы байланыстырылған. Отыра ғой. Келесі тағы да. Бағлан. Бұл арқылы ол қоршаған ортаға бейімделуге, оны қорғау және байытуға, ол туралы жаңа білім алуға және бұл арқылы өзін жетілдіруге қабілетті болды. Қабілетті болады. Аха. Бұл жерде бірыңғай мүшелер. Ал, көмектесіп берейік балалар. Сөйлемді жазған екен, бірақ сөйлем ішінде бірыңғай мүшелерді анықтайық, бейімделуге, тағы да қорғау мен байытуға, тағы да жаңа білім алуға және өзінің білімін не істеуге, жетілдіруге. Ал, сөйлемнің қандай мүшесінің қызметін атқарып жүрген? Қанекей? Неге қабілетті болды бұл жерде? Бірыңғай тоқтауыштар. Бірыңғай толықтауыштар. Тоқтаушы екен қайдан білді? Қайтуға да тұр екен? Өйткені ол Қаге деген қайтуға? Иә. Қайтуға? Барыс септігінде тұр, дұрыс айтасыңдар. Бірыңғай мүшелер қалай байланысты бұл жерде? Қанекей? Қалай байланысты бір-бірімен? Өтір арқылы байланысты және де қандай жалғаулықшылар? Қорғау мен байытуға, мен деген жалғаулықшылау арқылы байланысты. Отыра ғой балалар, жарайсың. Тағы бар ма сөйлем? Аян оқи ғой. Жүйрік жылқының маңдайы кең, иегі сүйек, қабақ сүйегі үлкен және шығыңқы, етсіз, бұлшық еттері бұлдық, омырауы салпы, төрт жағы үлкен дөңгелек болушақ. Иә, бірыңғай мүшелерді атай қояйын енді. Кең, сүйек, иегі сүйек, үлкен, қабақ сүйек үлкен, және етсіз, бұлдық, етсіз. Енді осыларға сұрақ қояйықшы, қандай сұрақ қоямыз? Қандай деген сұрақ қоямыз? Сонда сөйлемнің қандай мүшесін қызмет атқарады? Анықтауышты. Қалай байланысты бірыңғай мүшелер? Бір-бірімен өтір арқылы байланысты. Тағы бар ма балалар? Ал, Ернара.
Сәні мықтарын дөмі құндыға ақпар зерленіп, ойылап алтындар сүйектен әшекелеген. Дұрыс айтасың, сүйекпен әшекейленген. Ал бұл жеті қазынамыздың бірі не туралы? Бұл жеті қазынамыз мылтық туралы. Мылтық туралы, иә. Олар өтіт арқылы байланысты. Сөйлемнің қандай мүшесінің қызметін атқарыптыр? Қалай деген сұраққа жауап береді екен да? Ойылап, алтындап, зерленіп. Қалай деген сұраққа бізде сөйлем мүшесіне пысықтауыштың қызметін атқарып тұр екен. Тағы бар ма бала сөйлем? Болды ма? Жарайсыздар. Яғни жалпы енді жеті қазынамыздың ұлттық құндылығы екенін танып қойдық, иә балалар? Осы жеті қазынамызды бізде кейінгі ұрпаққа қалдыра білейік, иә? Жарайсыздар балалар. Енді осы тақырыптың негізінде үшінші тапсырмаға қарай оқулықта енді тақтамен жұмыс балалар. Тақтамен жұмыс, бұл жерде тапсырманы беруден оқытасыздар. Кәнекей, Нұрай оқиғашы. Тыңдалым мәтініндегі бірыңғай мүшелердің қызметін анықтаңдар. Бірыңғай мүшелерді қатыстырып, өздерінде қоршаған ортадағы жеті қазына туралы мысалдар жазыңдар. Жеті қазына, яғни біз енді неге қатысты жеті қазынаны жасап екенбіз? Қоршаған ортаға қатысты жеті қазынамызды жазады екенбіз, иә? Енді осы тапсырманы балалар үштік әдісі арқылы ойлан, жұптас, бөліс арқылы орындайық. Бұл жерде барлығымыз бірлесе отырып, ортаға өз ойларымды қоса отырып, қоршаған ортадағы біздің жеті қазынамыз нелер арқылы бағаланады екен, иә? Соны тақырыпты аша отырып, бірлесе отырып, ойымызды, яғни бір оқушы келіп тақтаға жазып, сөйлемнің қандай мүшесінің қызметін атқарып тұрғанын ажыратып береді. Ал олай болса, топпен бірлесе отырып, ойланып, жұптасып, ойымызды тақтаға жазу арқылы бөлісейік. Бірақ тақырыбымыз қоршаған ортамен тікелей байланысты болу керек болады. Қоршаған ортамен. Бірінші сөйлем айтайын ба? Айдауға, қандай сөйлем бар? Орманда мен кездесетін жыртқыш аңдарын, тау аңдарын, судағы балықтарын, бір сөзбен айтқанда, ит құсымызды қорғау біздің парызымыз. Қорғау біздің парызымыз. Тамаша, келіп отырады. Тақтаны өшірсі. Балалар, тақтаға жазылған сөйлемдерді дәптерімізге жазып отырамыз, иә? Үшінші тапсырма. Сөйлемізді келіп, екінші тақтаға орындай берейік. Ол мені көріп, қосағымызды дәресіз, жоғарда тілеп тұрмыз. Құсын қорғау біздің парызымыз. Өйткені қоршаған ортаны біз бұларсыз не істей алмаймыз балар? Елестете алмаймыз, дұрыс айтасыңдар. Ал Жанет тақтаға сөйлемді жазсын, енді не табуымыз керек? Бірыңғай мүшелерін. Сөйлемнің бірыңғай мүшелерін табуымыз керек. Ал қандай екен? Мекен ететін жыртқыштарын, тау аңдарын, судағы балықтарын және ит құсын. Сұрақ қояйық? Нелер деген сұраққа жауап берсе, сөйлемнің қандай мүшесін аталып? Толықтауыш, бірыңғай толықтауыш. Бірыңғай толықтауыштар. Үзік сызықпен сызып толықтауыштарды. Бірыңғай толықтауыштар. Бірыңғай мүшелер қалай байланысып тұр екен? Өтір арқылы байланысып. Отырады, жарайсыз. Келесі сөйлем. Келесі кімде бар? Келгендар. Айта ғой. Басқа табиғаттың әр мүшесін аялау, зиян келтірмеу, күтіп ұстап, жүргізбеу сынды қасиетіміз құрметтеу. Қалай жазылады? Амина, дұрыстап жазамыз.
басқа табиғаттың әр мүшесін аялау, зиян келтірмеу, күтіп ұстау сынды қасиеттерімізді танытып құрметтейді. Ал сөйлемнің бірыңғай мүшелері? Аялау, зиян келтірмеу, күтіп ұстау. Күтіп ұстау. Сұрақ қояйық. Әр мүшесін не істеу? Оларға зиян келтірмеу, күтіп ұстау. Сөйлемнің қандай мүшесін қызметін атқарып тұр? Игнараны сөйлем. Қарақшы балалар қаптаға. Кәнекей? Игнараға көмек керек. Иә, бірыңғай баяндауыштың қызметін атқарып тұр екен. Ал баяндауыш болса қалай сызады екенбіз? Екі аялау, екі сызықпен, екі сызықпен. Келтірмеу ғана, ұстау, құрметтеу. Елнара, осы сөйлемінде табиғаттағы қай жеті қазынасы туралы қоршаған ортаға байланысты? Бұл жерде Қазір оқысаңшы балалар Елнараның сөйлеміне. Табиғаттың қандай жеті қазынасы туралы? Табиғаттағы кездесетін біздегі әр несін? Табиғатта кездесетін әр нені бағалаймыз? Не істеуіміз керек? Әр жанр. Әр түрі мүшесін, әр түрі мүшеге біз өсімдіктерді, жануарларды да, тау тасты да, суды да, орманды да, адамды да барлығын түгелдей жатқызады екенбіз. Отыра ғой. Ал, Рамина, болдық келесі кім шығады тақтаға? Мен сөйлемінде толықтауыш, Сөйлемді оқиғыш? Қазақстан табиғатының көркемдігін, әсемдігін көз тоймайтын сұлулығы жайлы айтпаса да тіл әкетпейді. Айтпаса да тіл жетпейді. Бұяқта толықтауыш, Тоқта, біз бірыңғай мүшені табуымыз керек. Несін? Табиғаттың көркемдігін. Тағы да несін табиғаттың? Әсемдігін. Бірыңғай не болады? Бірыңғай толықтауыштар болады. Жарайсың, сіз астын қоямыз. Сөйлемнің бірыңғай толықтауыштары. Ал Раминаның жазған сөйлем арқылы табиғаттағы қандай жеті қазына туралы қоршаған ортада? Табиғаттың несін бағалай білуіміз керек дейді? Әсемдігін, көркемдігін бағалай білуіміз керек. Өйткені ол бізге берілген не? Не бізге берілген? Сый. Сол сыйды не істей білуіміз керек? Бағалап, құрметтей білуіміз керек. Отыра ғой. Тағы бар ма бала сөйлем? Тағы бар ма сөйлем? Ал кет патшайым. Жылдар. Балалар, дәптерімізге түртіп алып отырамыз. Балалар. Дәптерімізге түртіп алып отырамыз. Не істеп бара жатыр? Азайып бара жатыр. Балалар, біз азайып бара жатқан жануарларымыз бар, құстарымыз бар, жәндіктеріміз бар, табиғатта кездесетін. Бұлар туралы біз қандай сабақ өтіп еді? Қызыл кітапқа енген құстар мен жануарлар туралы. Яғни патшайымның айтпақ ойы сөйлеміндегі. Яғни сол қызыл кітапқа қандай құстар мен жануарларды енгізуші едік біз? Жойылу қаупі бар құстар мен жануарларды. Олай болса, сол жойылу қаупі бар құстар мен жануарларымызды сақтау үшін не істеуіміз керек екен? Оларды қорғауымыз керек екен. Оқи ғой патшайым сөйлем. Қазіргі уақытта жануарлар, құстар, балықтар азайып бара жатыр. Ал сөйлемнің бірыңғай мүшелері? Жануарлар, құстар, балықтар. Сұрақ қойып? Қандай сұрақ қойымыз? Нелер деген сұрақ қойсақ, сөйлемнің қандай мүшесінің қызметін атқарады? Бірыңғай бастауыштың қызметін атқарады. Бастауышты қандай сызықпен сызамыз? Жануарлар, құстар, балықтар. Патшайым бірыңғай мүшелер қалай байланысып тұр бір-бірімен? Үтір арқылы байланысып тұр. Отырады, тамаша, жарайсың. Ал олай болса балалар, тақтадағы сөйлемдердің барлығын дәптеріңізге
қағаздан түсіріп алайық. Және де осы сөйлемдерді есімізде сақтап отырайық. Сақтап отырайық. Енді дәптерімізге жазып болсақ, оқулықтағы 5-ші тапсырмаға қараймыз. Берілген оқиық. Және берілген кім оқиды? Жанел. 5-ші тапсырма. Төмендегі мәтіннің стильдік ауытқуларды орынсыз қолданылған сөз орамдарын табыңдар. Стильдік түзетулер жасап, қайтадан көшіріп жазыңдар. Енді бұл тапсырманы біз шимай қағазға орындасақ та болады, балалар. Бұл жерде стильдік ауытқулар, яғни сөздердің қолданылуы қандай болып тұр? Бір-бірінің орны ауыстырылып қолданып тұр. Осы стильдік ауытқуларды біз не істеуіміз керек енді? Жөндеп, өзінің орнымен жазуымыз керек. Ал олай болса топпен бірлесе отырып жұмысқа кірсек, міне мына жерде мынандай стильдік ауытқу бар. Ол сөзді мен мына жерге қойып жазамын деген сияқты дәлелдермен келтіре отырып, осы стильдік ауытқуларды, сөз орамдарын дұрыс қолдануды үйренейік. Бірлесе отырып топпен жұмыс жасаймыз. Орын тәртібі. Орын тәртібі бар. Міне сол көмекшілердің орын тәртібімен дұрыс Қоршағанда? Тазалық. Кәнеге, қандай стильдік ауытқуларды байқап? Стильдік ауытқуларға тоқтасақ, бұл жерде кейбір сөздер орындары ауысып кеткен, немесе мағынасы келмейтін жерге қойылып тұр. Мағынасы дұрыс қойылып тұрған жоқ. Орынды қолданып тұрған жоқ. Мағынасына сәйкес орынды қолданып тұрған жоқ. Мысалы, бірінші сөйлемде қаламыздың көркі қоқыстар деп алыпты. Бұл жерде қоқыстар ол керісінше табиғаттың жоқ. Қаламыздың көркі ол таза ауа. Қаламыздың көркі таза ауа немесе тазалық десек. Тазалық, иә. Қаламыздың көркі тазалық деп ауыстыруға болады дейді. Иә, тағы да екінші сөйлемде шынында қайда көрсетсек те айналаны толық қоқысқа. Бұл жерде айналаны толық қоқысқа деген кезде қоқысқа мен айналаның орны ауыстырып. Яғни ауыстырып оқитын болсақ, онда шынында қайда көз жүгіртсек те айнала қоқысқа толы. Айнала қоқысқа толы дейді. Аға, келесі. Үшінші сөйлемде. Аға, көшелеріміздің деген сөйлемде де стильдік ауытқып тұр. Байқап қараса. Сөздер орнымен дұрыс қолданылмаған. Еріксіз жас келеді көзіне деген жерде дұрыс емес. Яғни көзіне еріксіз жас келеді. Бек рухисында оқиға. Көшелеріміздің көркіне қарасам, еріксіз жас келеді көзіне. Иә, бұны жерде көзіне жас келеді. Дұрыстап оқиды. Көшелеріміздің көркіне қарасам, еріксіз көзіне жас келеді. Еріксіз көзіне жас келеді дейді. Аха, келесі. Жалпы осындай қаламыздың осындай күйге түсуіне кім кінәлі балалар? Қалай ойлайсыздар? Адам, яғни қоғам кінәлі, иә? Солай ма? Келісеміз ба? Келісеміз. Ал енді қаламыздың таза ұстауыш болу үшін біз айналамыздағы қоқыстарды барлығын тазалап, өзіміз қоқыс тастамай, қоқыс тастайтын жәшіктерді орнатуға не істеуіміз керек? Ат салысуымыз керек. Сонда ғана біздің табиғатымыз да, қаламыз да, туған жеріміз де, өскен ортамыз да тазалықта болады екен. Бұл жерде тағы стильдік ауытқулар бар ма екен, балалар? Қала тұрғындарына осы қоқыстар үйреншікті дейді. Дұрыс қолданып тұр ма осы жерде сөйлем? Үйреншікті ма бізге қоқыс жатса? Қала тұрғындарына үйреншікті емес. Қала тұрғындарына үйреншікті емес пе? Иә, қала тұрғындарына бұл қоқыстар қандай? Үйреншікті нәрсе емес. Өйткені бұл осы нәрсені үйреншікті ету үшін, яғни қоқыс тастамауды үйреншікті ету үшін, оны біз не істеуіміз керек? Бойымызға? Не істеуіміз керек?
аяулым, иә, ойымызға сіңіріп алуымыз керек, иә? Өйткені бізде, яғни бізден кейінгі өскелең ұрпақ та осындай тазалыққа не істей білу керек? Үйрене білу керек, бейімделе білу керек. Оны кішкентай бала кезден бастап үйрететін болсақ, яғни өскенде де осы нәрсеге бейім болып, өзінің отырған, немесе өскен жерін, ортасын таза ұстауға әрқашанда ести алады. Бейімделе алады екен. Жарайсыздар балалар. Олар болса, біз бүгінгі сабақта жалпы қандай тақырыптарды қозғадық? Жалпы қоршаған ортаға нелерді жатқыздық балалар? Табиғатты, жан-жануарларды, өсімдіктерді, жер анамызды, адамдарды, суды, ауаны. Яғни міне қоршаған орта, яғни біздің өсіп осы табиғатпен тікелей байланысты болып келеді екен. Сонымен қатар балалар, біз бүгін қазақ тілі бойынша грамматикалық қандай тақырыпты меңгердік? Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Нұрай, сөйлемнің бірыңғай мүшелері дегеніміз не болды сонымен? Сөйлемнің бірыңғай мүшелері дегеніміз, сөйлемдер тек қана бір ғана сұраққа жауап беріп, сөйлемнің қызмет атқаратын бір тұлғаға тұратын болса, ол сөйлемнің бірыңғай мүшелері болып табылады екен. Жарайсың, сөйлемнің бірыңғай мүшелері қалай байланысады екен бір-бірімен? Қалай байланысады екен, Жанай? Үттір арқылы және жалғаулық ұшлаулар арқылы байланысады екен. Қандай жалғаулық ұшлаулар арқылы байланысты? Ыңғайластық, қарсылықты, талбаулықты және кезектестік жалғаулық ұшлаулар арқылы байланысқан екен. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері сонымен қатар сөйлемнің мүшелерінің де қызметін атқарды ма балалар? Атқарды, иә? Сонда қандай сөйлем мүшелері қызметін атқарды? Бастауыш, баяндауыш, тағы да аяулық, тоқтауыш, толықтауыш, анықтауыш және талдауыштардың қызметін атқарған екен. Олар болса балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Түсінікті болатын болса, алдарында мен барлықтарына стикер таратып берген болатынмын. Сол стикер бойынша, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жүргізіп өтсек, сабақты кім қалай меңгерді? Болмаса сабақ қалай өтті? Дәлелдеу мақсатында кері байланыс ретінде бүгінгі сабақта не түсіндік, не қызықты болды, жаңа тақырыпты қалай игердік, белсенді қатыса алдық па, сол бойынша ойларыңды жазып, стикерге тақтада берілген шеңбердің ішіне, керекті жерлеріне өздерің іліп қоюларыңыз болады. Жалпы бүгінгі сабақта барлығымыз түгелдей дерлік атсалыстық, ойларыңды қосып отырдыңдар, барлықтарыңа үлкен рахмет. Сабақта белсенді қатысқан оқушыларды бағалайтын болсақ, тақтаға шығып біле берді. Жанай бүгін тамаша керемет жауап берді, 10 балл. Нұрай тамаша жауап берді, ойындарын қосып отырды, 10 балл. Кімге? Эльнараға 10 балл. Анель, бірінші топтағы Рамина, Аяулым, содан кейін кім? Осы аталған оқушылар 9 балл мен бағаланасында, қалған оқушыларға бүгінгі сабақта 6 және 7 балл бағаларды қойып шығам. Сабаққа атсалысқандарыңа үлкен рахмет. Балалар, үйге тапсырманы аламыз. Үйге 6-шы тапсырма. Төмендегі оқулықта берілген суреттер бойынша сұрақтарға жауап беріп отырып, қоршаған орта қазынаң тақырыбында адамзатқа хат жазамыз. Түсінікті ме? Үйге тапсырманы күнделіктерге жазылды. Олар болса сабақ аяқталды.